9-шы сабақтың 2-ші бөлімі. Есіктің тұтқасы. Қарасаңыздар, міне бізде мынадай есіктің тұтқасы сызылған. Өздеріңіз өмірде көріп жүрген. Яғни бұл екі түрлі жазықтық арқылы сызылған. Қарасаңыздар, Lofted баз бөлімінде Guide Purpose бөлімі, яғни бізде көмекші сызықтарды қолдану арқылы, яғни бағытын белгілеу. Енді қараңыздар. Бұл үшін жаңадан парақ ашамыз. Осы жерде біз топ лейн қолданатын боламыз. Бірінші көрсетіп қояйық, түсінікті болу үшін. Енді эскиз бөліміне өтеміз. Эскиз бөліміне өткеннен кейін бізде midpoint line, яғни ортаңғы үстік сызық деп айтсақ та болады. Негізінен жақсы ыңғайлы сызықтардың біреуі міне. Яғни енді осылай нақты сызық болды. Енді осыны үздіксіз айландыру үшін былай істейміз. Мына жерге қажетті өлшемдеріңіз жазып алсаңыздар болады. 200 мм деп жазайық міне. 200 мм жазғаннан кейін екі басына бізде осылай төртбұрыш жазып алайық. Мына бізде үстік сызық, қазір симметрияға керек болады. Енді осыны біз қазір бірінші өлшем жазып алайық. Ойымызша қалаған өлшем жазайық. 30 мм деп жазайық. 35 деп жазайық болмаса. 35 мм. Бұл жағында 35 мм деп жазайық. Енді бұған скругление жасаймыз. Яғни шет жақтарын доға жасаймыз. Доғамыз әдетте бұл 7 мм болсын. Окей деп бастым. Енді сіздер қарап отырсаңыздар, мына жерде қалың жасыл сызық сіздерге кедергі келтіретіндей, көруге кедергі келтіретін болса, сіздер көз бөлімінен өтіп, мына жерде таңдасаңыздар болады. Қараңыздар, сіздерге нақты артық бекітпе белгілер көрсетілмейтін болады. Сонымен бірге біз осылай белгіледік. Симметрия жасаймыз қазір. Біз қазір симметрия жасайтын боламыз. Осылай белгіледік міне. Үстік сызық белгілейміз ортасын. Өйтіп міне. Де сызық сызылды. Енді бұны сақтай отырып сыртқа шығамыз. Сақтай отырып сыртқа шықтық. Ендігі кезекте біз осының ортаңғы бөлігін, я ортасын кесіп өткен жазықтық арқылы яғни бағытын белгілейтін сызатын боламыз. Front plane осылай белгіледік. Sketch бөліміне өттік. Өткеннен кейін мына бөлімдер сізге, мына сызық сізге көруге кедергі келтіретін болса, көрінбейтін етіп қойсаңыз болады. Енді біз бұны белгілеп алдық, осыны көрсете салайық. Қазір қараңыздар. Мына жерде spline бар. Біз мынаны қолданып сызатын боламыз. Сіздерге көрсетемін қазір. Былай сыздық. Міне. Кез келген бағыт бойынша кеп бітірдік. Енді бұны біз вертикал етіп 90 градус жасап бекітеміз. Бұны да солай істейік. Қазір қараңыздар. Міне. Сізде сызықтарыңызды осылай істесеңіздер болады. Міне. Бұлай көтере салдым. Енді бізде сызық алыстаған. Бұл үшін біз мына жерге жақындату үшін shift'ті басып тұрып, нүктені бірінші, мынаны екінші белгіледік. Белгіленген кейін мына жерде мынадай знак шығады. Басамыз. Мынаны да солай нүктені белгіледік. Сызықты бастып, тура осылай бассаңыздар, міне сіздерге туралап жасап беретін болады. Осылай бізде сызығымыз дайын.
Енді мына жерге біз бір нүкте қоя салсақ болады. Ол өзімізге көмекші жасағанда қолайлы болады. Келесі сызбамызда тура жасау үшін бұл негізі қолданылады. Осы жерге бір нүкте қойдым. Окей деп сыртқа шықтым. Енді қараңыздар, енді осы жерге мен жазықтық жасайтын боламын. Бірінші нүктені белгіледім. Қараңыздар. Енді тура осыған кесіп өтетін жазықтық белгілесек болады. Міне осылай жазықтығымыз пайда болды. Я болмаса, мына жерде өзімізде белгіленген жазықтық бар. Яғни мен бұлай симметрия жасадым. Яғни бұрынғы базалық нүктесін ауыстырғам жоқ. Сондықтан осы жерден дей берсек болады. Енді бұл жерге біз эллипс қолданатын боламыз. Қараңыздар. Тура осылай эллипс жасасаңыздар болады. Міне. Тұтастыра салайын. Сәл осылай ары-бері аударып төңкеріп өздеріңіз қалағаныңызша өзгерте аласыздар бұны. Жақсы жер деп айтсақ болады. Енді бізде мына нүкте мен мына нүкте арасы алыстап қалды. Сондықтан Ctrl Shift басып тұрып екеуін қатар белгілейміз. Бастық белгіледік. Белгілегеннен кейін екеуін бір-біріне жабыстырсаңыздар болады. Бізде сызығымыз дайын. Төмен қарай түсірейін міне. Міне. Енді Features бөліміне өтеміз. Сақтай отырып сыртқа шығайық. Features бөліміне өттік. Software бастық. Енді Profiles, яғни бізде формаларды белгілеп шығамыз жеке-жеке. Және осылай белгілеп шықтық. Қарап отырсаңыздар, бізде сызығымыздың несі ауысып кетті, қараңыздар. Енді ол үшін мына нүктені бұлай ауыстырсаңыздар болады. Сәл туралайсыздар міне осылай. Енді мына жерде Guide Purpose-ге сізде сызығыңыздың бағытын белгілейсіз, сыртқы формасын негізгі белгілесеңіздер міне бізде осылай белгіленіп шықты. Енді қараңыздар, сіздерге түсінікті болу үшін мына нүктені ары-бері белгілеп көрейін, ауыстырып. Мына жақтағын ауыстырайық қазір. Міне қалай ауысып жатыр. Формасы, пішіні. Солай, сондықтан бізде анықтап, дұрыстап істеу керек. Нүктені белгілеген кезде дұрыс белгілеуіміз керек. Lofted, окей деп бастық міне. Бізде есіп тұтқаның негізгі формасы дайын болды міне. Осылай екі жазықтық арқылы. Енді бұның көрінбейтін жасайық. Енді бұл жерге біз не істейміз? Бұл жерге міне бекітпе орындарын белгілейміз. Оны біз қалай жасау керек? Өткен сабақтарда көрсетілген бұл. Осылай айландырып, осы екі жазықтың біреуін белгілейсіздер. Қараңыздар, мына жерде бұлай өлшемдер көрініп тұр сізге. 3D форматында болса да, енді осыны көрінбейтін істеу үшін осылай істейсіздер. Мынаның бетін бір бассаңыздар болды. Осылай бастып, Sketch бөліміне өттік. Өткеннен кейін бізде я болмаса сіздер қалағаныңызша 4 форматты таңдайық. Тура осылай істейік міне. Енді скрибление жасаймыз доға шет жақтарына. Окей деп бастық. Енді осыны біз симметрия жасай салайық. Белгіледік. Симметрия жасау үшін бізде мына ортаңғы бөлімден істейміз. Бұл жерде симметрия жасау үшін мынадай көмекші сызық қолдансаңыздар болады. Я болмаса бізде өзімізде бар мұндай жазықтық.
мына жерде мына жазықтықтың біреуін таңдаймыз. Яғни осы right plane. Айқастым екі жағына. Енді жоғары қарай тесу керек бізде. Қараңыздар, бұл жерден баса назар аударатын нәрсе бізде from қай жерден бастау керек. Қай жерден бастап тесу керек. Яғни мынау 0 нүктесінен бастап тесіп жатыр қазір. Ойып жатыр. Енді бізде осы 0 нүктесінен жоғары қарай 5 мм ден кейін бастап қарасаңыздар, міне 0 нүктесі тұр. Мына жерге сіз 10 мм жазсаңыз болады. Төмен қарай түсті мынау. Енді кері бағытқа ауыстырамыз. Қараңыздар, 10 мм тым көп болды десеңіздер 5 мм жазсаңыз болады. Осылай енді толықтай тесу үшін сізде былай белгілеңіз. Окей деп басыңыз. Міне бізде есіктің екі шеті шықты. Енді тесіктерін тесеміз. Эскиз бөліміне өттік. Мына жазық белгілері эскиз бөлімін таңдадық. Осылай. Енді болсын симметрия жасай салсақ болады. Я болмаса қазір жасасақ болады. Я болмаса бізде тесіп алғаннан кейін симметрия жасасақ болады. Қазір симметрия тесіп алайық. Одан кейін бір симметрия жасайтын боламыз. Біз міне сыртқы бөлімі бізде төмен қарай 3 мм түсірейік. Қарасаңыздар міне көрінеді. 3 мм мына жерге дейін. Азғантай бөліп қалады. Я болмаса 2 мм түсіріп жіберейік. Окей деп бастым. Басқаннан кейін бізде мынадай қалды. Бізде мынау жүріп өтетін жер, бұл жер тесік болу керек бізге. Таңдадық. Скетчті бастық. Басқаннан кейін экструдед кат бөліміне өтеміз. Мына жерде бұрын белгіленген шаманы өшіреміз сызықты. Енді өзіміз белгілейміз осы жерге. Міне. Енді бұл толықтай тесу керек бізге. Таңдасақ болады. Окей деп басамыз. Қараңыздар, міне істелінді. Енді бұл екінші жаққа біз симметрия жасаймыз. Ол үшін mirror кіреміз. Айна бөлімі, яғни симметрия. Жазықтығымыз таңдаймыз бізде right plane. Мына жерде бізде белгілі бір команда болғандықтан команданы белгілейміз. Екеуін қатар белгілесеңіз болады. Осылай. Окей деп бастық. Міне бізде есіктің тұтқасы дайын. Loaded base командасының екінші функциясымен таныстыңыздар. Келесі кезекте біз басқа сызбаны сызып көрсететін боламыз.